5 уақыт намазды 5 түрлі деп ойлайды. Шынын он бастауыш, ол 5 түрлі деп ойлайды екен. 2 ракат намазды үйренген адам 5 уақытты үйренген болды. Өйткені сол қайталана береді болды. 2 ракат сүннетті үйрендің ба, 2 ракат парыз деген сол, бір жерінде дауыстап оқисың болды басқа. 4 ракат дегенде сол, 3 ракат дегенде сол, 5 дегенде сол, асыр дегенде сол, шам дегенде сол болды. Бәрібір дейді. Бір нәрсені анық біліп алыңыздар. Барлық нәрсеге Құдай алдында сылтау айтуға болады деген намаздан басқа. Сен егер денсаулығың болмаса, шариғат ораза ұстамауға рұқсат береді. Сапарда болсаң, рұқсат береді ораза ұстамауға. Әйелдерге күндері бар, соған рұқсат береді ораза ұстамауға. Шамаң жетпей ма? Қарызың көп па? Саған зекет бермеуге рұқсат шариғат. Бермек қой. Шамаң жетпей ма? Қажылық та парыз емес саған. Бармай қойсаң да болады үлкен қажылыққа саған. Парыз емес, өйткені сен шамаң жетпейді оған. Бірақ намазға сылтау жоқ. Хадисте айтып тұр. Тұрып оқи алмайсың ба, отырып оқы. Отырып оқи алмайсың ба, жатып оқы. Жатып оқи алмайсың ба дейді хадисте. Кірпікпен оқы дейді. Кірпікпен оқи алмасаң, ойша оқы. Жоқ сылтау бізде намазға. Намазды қаза қылу жоқ. Дәрет алуға мүмкіндік жоқ па, таям ал. Сылтау жоқ намазға. Пайғамбар сом хадисте деп айтады. Адам қайтыс болғанда ең бірінші намаздан сұралады. Болды. Дайынсың ба соған? Дайынсың ба Алланың алдына баруға?